Жанашырлық төменді, содан бұның бар. Жанашырлық болса бұлай болмайды. Оны қадағалайды адам, қабылдамайды. Үлкен сапаға жеткізіп, сосын барып қабылдайды. Әртүрлі burada жоруға болады. Болмаса өздері жасайды, соны өздеріне қатысы бар адамдар жасайды, сондай нәрсеге басқа түкеміз. Енді соның зардабын қазір шегіп отырмыз. Сіз басқарма басшысы ретінде Талғат Тұрсынұлы, Самат Рахметұлы, сіз Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басшысы ретінде осы жағдайды маған бірінші орынбасарларға неге баяндамадыңыздар? Бізде осындай жағдай болып жатыр. Бізде қазір 10 миллион 600 мың теңгенің азық-түлігі жарамсыз болып қалайын деп жатыр. Оны заң бойынша негізі мұқтаж азаматтарға болмаса басқа да кісілерге, шаруашылықтарға таратуға болмайды. Біз оны осылай акт жасап, депутаттарымыз бар, қоғамдық кеңестің мүшелері бар, жоюымыз керек. Сіз осының бір заңдылығын тауып, ары қарай халыққа, мұқтаж азаматтарға таратып беруге көмек бере аласыз ба? Органның басшыларымен сөйлесіп тұр. Неге сонысы айтпайсыздар сіздер? Аппараттарды полигонға апарып, аударып тастайсыздар үлкен көлікпен. Оның ішінде жарамдылары да бар, сорттамағасы да, бастарыңыз ауырмайды. Дәл сондай картоптарды бұрын тұқым есебінде де алып екті ғой, содан шірігеннен шығып өніп жатты ғой. Неге өзің мамансың ғой, Талғат Тұрсынұлы, білесің ғой. Неге соған таратып бермедік шаруашылықтарға? Ережесінде жоқ дейсіздер. Ережесінде жоқ болса, осы туралы біз үкіметке неге ұсыныс жасамадық осы кезге дейін? Сіздер басшы ретінде осы неге кеп айтпайсыздар? Біздерде осы соңғы 3-4 жылдан бері көп азық-түліктер жарамай қалады. Біз соны амал жотықтан жойып жатырмыз. Ал жоймай таратып берейік десек, заңдылық көтермейді. Соған біз осындай бір ұсыныс дайындап едік. Юристермен ақылдасып десеңіздер, менің атымнан кетеді ғой үкіметке, өзгеріс енгізуге болатын еді ғой.